Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 101-ші сабақтың тақырыбы нені үйрендім деп аталады. Бұл жазба жұмысы. Бөлімдегі оқыған шығармаларды пайдаланып, қасиетті тілім менің деген тақырыпта эссе жаз. Басы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Сүйемін өлеңінің бірінші шумағымен баста. Ортасы Мұзафар Әлімбайдың өлеңіндегі көркем ойды қара сөзбен жаз. Соңы Мұқағали Мақатаевтың Үш бақытым өлеңінің екінші шумағын пайдалан. Ал балалар, олай болса, осы аталған ақындардың өлеңдерінің шумақтарынан эссе құрастырып көрейік. Қасиетті тілім менің. Менің туған тілім ана тілі. Шыр етіп, өмірге келгеннен құлағыма сіңіп, бесікте жатқанымда анамның үнімен бойыма дарыған тіл. Бар қазақ ана тілін білуі керек. Ана тілімізді қалай бағаласақ, қалай құрметтесек, өзіміздің де бағамыз сондай болмақ. Тіл бұл әр адамның басындағы бақыты. Ол келешек ұрпаққа мұра болып қалып отыратын баға жетпес байлық. Дүниеден түңілсең де, қасиетті тіліңнен түңілме. Балалар, бұл шығармадағы, бұл эсседегі бірінші абзац Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Сүйемін деген өлеңінің бірінші шумағынан алынды. Ал екінші абзацы Мұзафар Әлімбайдың өлеңіндегі көркем ойды қара сөзбен келтірдік. Ал үшінші соңғы абзацы Мұқағали Мақатаевтың Үш бақытым өлеңінің екінші шумағынан алынды. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.